Саламатсыздар ма? Менің есімім Назгүл. Ұстаз десе көз алдымызға ойға төтелуге келмейтін, бұралаңы көп, ауыр әрі қызығы мол, ізденуді талап ететін, ұзақ жолды қажымаған, қиындыққа мойымаған ұстаз келбетін көз алдымызға келтіреміз. Ұстаз ол жай ғана мамандық иесі емес, ол адал, әділетті, өз бойына бар жақсылықты жиған, өз білгенін басқаға сарқып беретін мейірімді жан. Мен ұстаздық мамандықты не үшін таңдадым? Әлде балалық арманым ба, әлде алғашқы ұстазыма ұқсағым келді ме? Білмеймін. Әйтеуір осы бір арман мені 10 жыл бойы жетелеп, мектеп бітіргеннен кейін ұстаздық мамандықты таңдауыма себепші болды. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетін бітіріп, қолыма диплом алған күн мен үшін әлемнің жаңа бір парағы ашылды. Педагогикалық сараман кезінде алғаш сынып табалдырғын жүрексіне аттағанымда қатты толқығаным әлі есімде. Мен өзіме жүктелген үлкен жауапкершілікті сезіндім. Дипломды алып жұмысқа кірер кезде елде төтенше жағдай орын алды. Пандемия басталды. Балаларға деген сүйіспеншілігім бұл тосқауылды ысырып тастағандай. 2020 жылдан бастап Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, Әлібек Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектепте математика пәні мұғалімі қызметінде жұмыс жасаймын. Қазір қашықтықтан оқыту жүйесінде де балаларды етене танып, біліп, еңбектеніп жатырмын. Педагогикалық білім мен математикалық сауаттылыққа қоса сандық технологияның қыр-сырын меңгеріп, өзіндік үйретерім мол болды. Баламен жұмыс жасау, олардың алаңсыз, бақытты жүзін күнде көру мен үшін баға жетпес бақыт. Мамандығым бұл менің өмірімнің мәні мен мазмұны. Менің мұғалімдік мамандықты таңдауыма әсер еткен, мен үшін үлгі болған анама, білім нәріме сусындатқан, өмірлік бағытында айқындауға көмектескен аяулы ұстаздарыма алғысым шексіз. Мен өз мамандығымды сүйемін.